Кыз өссе елдің көркі деген дана халқымыз ежелден әйел затын ардақтай білгенінің айғағы. Қазақ қоғамында әйелдер ең алдымен аяулы ана, сүйікті жар, кәсіби маман және жауапты лауазым иесі. Осы орайда аудандағы жастар ресурстық орталығы ұжымындағы қыздар қауымының да жастар саясатын іске асыру үшін аянбай еңбек етіп жүргенін тілге тиек еткен жөн. Сондықтан Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығында мерекелік іс-шара болып өтті. Онда ішкі саясат бөлімінің басшысы Алдияр Қозыбаев және Сәт телеарнасы ұжымының атынан нәзік жандыларға гүл шоқтары табысталды. Мейірімділік пен ізгіліктің шапағатын шашатын қыздар, келесі мерекелеріңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын, жүздеріңізден ешқашан күлкі кетпей, шаттық пен қуаныштың базарында шалқып өмір сүре беріңіздер. Сіздер біздің ең нәзік жерлеріміз, сіздер солай айтпақшы, өйткені сіздер әдеміліктің, нәзіктің символысыздар. Сол символ болып әрқашан қала беріңіздер. Жастар саясатын іске асырып, әрі халықтың қалаулысы болып жүрген азаматша Әйгерім Керімбекова. Сізді көктемнің шуақты шырайлы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйел қыздар мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Өңіріміздің әлеуметтік экономикалық дамуына қосып жатқан үлесіңіз үшін ерекше алғыс білдіремін. Сонымен қатар Сәт телеарнасымен етене қызметтік байланыс орнатып, жаңашылдықтардың барлығын халыққа көгілдір экран арқылы жеткізуге өз септігіңізді аянбай қосып келесіз. Осынау күнде сізге ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, еңбекте табыс тілеймін. Көктем мерекесі көңіліңізді нұрға, жүрегіңізді жылулыққа бөлесін. Сәт медиа холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атқарушы директоры Ералы Хедировтың атынан мына гүл мен осы алғыс хатты. Жастар ресурстық орталығы басшысының орынбасары және аудандық мәслихаттың депутаты Әйгерім Керімбекова екі салада бірдей қызмет атқарып келеді. Жастардың да сенім артқан халқының да қалаулысы қызметімнің ауыртпашылықтары болғанымен халықтың үміті мен сенімі өзіне күш қайрат сыйлайтынын жеткізді. Сонымен қатар арнамызға алғысын айта отырып, аудан тұрғындарын 8 наурыз халықаралық әйел қыздар мейрамымен құттықтады. Бірінші кезекте осы алда келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен Сәт телеарнасы арқылы пайдаланып, осы сәтте құттықтап кетейін. Сарыағаш ауданының құрметті тұрғындары, аруда, сымбатты аруларымыз, ардақты әжелеріміз, аналарымыз, баршаңызды 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Баршаңыз қызметте табыстан табысқа жетіп, отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын деймін. Енді ол жауапкершіліктің де жүгі ауыр, негізі халықтың қалаулысы болып, ол жұмысты атқаруда үлкен бір жауапкершілік талап етеді. Сол үшін сол халық қалаулысы болғаннан кейін, оның үстіне ең жас депутат болғаннан кейін қаншама халықтарда еркелетіп, халықтың арасына барған кезде ең жас қызымыз, өзіміздің қызымыздай екесін, менің немереммен жасты екесін айналайын деп ешкім теріс қайтарған жоқ, барлығы ақ батасын берді, барлығы қолдады. Оған барша Сарыағаш ауданының халқына тағы осы ретте алғыс айтамын. Жалпы енді қазіргі таңда осы жастар ресурстық орталығының басшысы орынбасарының қызметін атқарып келемін. Осы 2021 жылдың тамыз айынан бастап осы қызметке тағайындалдым. Бір тілге тиек ететін жайт, енді жастар ресурстық орталығында өзім 7 жылдан бері жұмыс жасап келе жатып, өзім 3 басшымен жұмыс жасап келемін. Енді қазіргі таңда бұл өзім мақтан аламын, себебі ешқандай бір маман 3 басшымен бірдей тіл табысып, ауызбіршілікте бірге ұйымшыл болып жұмыс жасай алмайды деп. Себебі әр басшының өзінің бір принципі бар, өзінің ұстанған ұстанымы бар, әркім өзінің бір жүйесін қалыптастырғысы келеді. Сол жүйеге жата осы қазіргі таңда осы жастар саясатын жүзеге асыру бойынша кішігірім болса да өзіміздің үлесімізді қосып келеміз. Ана бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Осы орайда аудан халқын, аяулы аналар мен ақжолықты әжелерді, қарагөз қыздарымызды 8 наурыз халықаралық әйел қыздар күнімен құттықтаймыз.